Қоян мен тасбақа ертегісі. Ертеге ешкі жүні бөртеде. Қырғауылдың жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Сол заманда бір қоян өмір сүріпті. Бір күні келе жатып тасбақаны көріп қалыпты. Тасбақаға: «О, досым, қайда бара жатсың?» Сөйтсе тасбақа: «Бүгінгі күн қандай тамаша, мен серуендеуге шықтым. Қоян досым, өзіңді көргеніме қуанып тұрмын. Екеуміз кездесуді атап өтсек қайтеді?» дейді тасбақа. Сөйтіп тасбақа ұннан қамыр илеп нан жасамақшы болады. Екеуі нан пісірмек болып жатқанда қоянның ойына бір арам ой келеді. «Бұл нанды қалайды өзім жеуім керек», дейді де қоян ары ойланып, бері ойланып тасбақаға былай депті: «Тасбақа досым, былай істейміз бе? Мына нан піскен табаны төбеден домалатып жіберейік. Кім бірінші жесе, сол нанды жейді» дейді. Тасбақа болса оған келіскісі келмейді. Себебі қоянға еріп жете алмайтынын біледі. Бірақ қоян дегенінен қайтпай тұрып алады. Осылайша тасбақа әрең дегенге көнеді. Сол кезде оның ойына да айла келіп қалады. Қоян басқа жаққа қарап тұрған кезде табанның астына нанды сулап қояды. Қоян табаны төменге қарай дөңгелетіп жіберген кезде әлгі суланғаннан түсіп қалып ағашқа тұрып қалады. Ал тасбақа болса асықпай әлгі жабысқан нанды алып жей бастады. Ал қоян болса дөңгелеген бос табанның артынан зуылдап жүгіріп жөнелген. Әрең дегенде табаға жеткен қоян ішін ашып қараса, нан жоқ. Не істерін білмей кері қарай жүгіріпті. Қоян жүгіріп келсе, тасбақа нанды жеп отыр екен. Амал қанша, келісім бойынша нанды бірінші алған адам жеу керек. Ал тасбақа болса айласын асырып нанға бірінші жеткен еді. Осылайша тасбақа нанын жеп алып жөніне кете берді. Ал сілекейі шұбырған қоян нанның қоқымдарын теріп жеймін деп ағаштың қабығын кеміре бастайды. Міне сол күннен бастап ағаш қабықтарын кеміруді ұнататын болыпты. Достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.